Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Халықаралық жағдай жағынан бір қысқа ақпарат. Ресейдің өзі Еуропа мен Американың қатаң ескертуін алып, НАТОның қатаң ескертуін алып, Украинаның түбінде әскерін жиып алып, ештеңе істей алмай отыр. Азғантай ғана кеше тәуелсіз болған Украин, міне азуын айға білеген алпауыт Ресей менен тіресіп отыр. Артында НАТО отыр. Біз қазақ халқы кезінде Украинамен қатар атом қаруынан бас тартқанда біздің территориямыздың тұтастығына және біздің тыныштығымызға кепілдік берілген. Ендеше біз де Украинаның деңгейінде мынау Қытай мен Ресейге арқа сүйеп диктаторлық жүйесін сақтап отырған, өзінің қанішер жауыздық жүйесін Ресей мен Қытайға арқа сүйеп сақтап отырған Нұрғауынды бейбіт түрде тақтан тайдыра аламыз. Себебі біздің де артымызда бүкіл адамзаттық қауымдастық отыр. Қайтпаңдар менің қазақ халқым. Ешқандай арандатуға сенбеңдер. Нұрғауындар қашатын болса тезірек қашып кетсін, билікті қазақ халқының қолына тапсырсын. Әр жердегі ереуілші қазақтар міндетті түрде басқару алқасын құрыңдар. Басқару алқасы міндетті түрде ортақ ұйымдасқан алқаның шешімімен қабылдансын. Ортадарыңызға бөгде адамдар еніп кетпесін. Ең соңғы сөз, қайтпа қазағым. 30 жылға ашу узагегіңді шығаратын кез келді. Қазақ жерінің астындағы байлықта, осығанға дейінгі ұрланған байлықта қолыңа қайтып келетін кез келді. Әрбір қазақ бақытты баяшатты өмір сүретін кез келді. 30 жыл құл болдық, 30 жыл езілдік, 30 жыл денсаулықтан айырылдық. Мұнай мен газ шыққан жердің бәрінде радиация бар. Сол радиацияның кесірінен денсаулықтан айырылдық. 40-50-ге жетпей қартайдық. 60-70-ге жетпей ажал құштық. Ұлдарымыз құл болды. Өз жерімізде өзіміз қара еңбекпен жұмыс істеуге мәжбүр болдық. Ал біз сияқты байлығы бар басқа елдер әлемдегі ең бақытты, ең баяшатты болып өмір сүріп жатыр. Қазақ мұнайынан 4 есе мұнайы аз Дубай әлемдегі ең бай елдің алдыңғы ондығына кірді. Әрбір араптың баласы дүниеге келгенде олардың есеп шотына $500 миллион түсіп отырды. Әрбір араптың баласы бірінші баласын туғанда оларға миллиондаған ақша беріліп отырды. Тұтас халық тұтас менен тегін емделеді. Кез келген ауыр дәрежедегі ауру шетелде тегін операция жасалуға мемлекеттен автоматты, шартсыз, кезексіз ақшаланады. Кез келген араптың баласы шетелде оқуға толық мүмкіндігі бар және мемлекет төлейді. Қазақ халқы, сен де өзің аңсаған Еуропа мен Американың ең жоғарғы адамзаттық деңгейдегі білім ордаларынан ұлыңды, қызыңды, немереңді оқытуға толық құқылы боласың. Себебі қазақтың байлығы өзінен 100 есе мол. Біздің Қазақстанның байлығы, Қазақстандағы 20 миллион қазақ түгілі 200 миллион халықты жатқызып қойып асырауға жететін байлық. Біз әлемдегі ең бай, ең бақытты, ең баяшатты өмір сүруге тиіс халық едік. Біздің байлығымызды ұрлаған, 30 жыл бойы бізді алдаған, әдейіге аздырған, мың сан технологияны пайдаланып, халықтың санасын улап, бізді осындай бейшара халге қалтырған мынау Нұрғауындық жүйе. Енді осы Нұрғауындық жүйеден құтылатын күн туды. Қазақ халқы бүкіл әлем алдында масқара болды. Ол Нұрғауындың кесірінен. Кісі өлтіруден әлемде бірінші болу, педофилдіктен әлемде бірінші болу, өз-өзіне қол жұмсаудан бүкіл адамзат бойынша бірінші болу, кемалатқа толған және толмаған ұлдар мен қыздарды жыныстық зорлық-зомбылық жасаудан бірінші болу, түрмедегі жыныстық зорлық-зомбылықтан бірінші болу, қатынас шырғалаңынан адам өлуден бірінші болу, нақақ сотталудан бірінші болу, шетелге ақша жымқырудан бірінші болу, шетелге заңсыз көшетін көшпенділерден, заңсыз жұмысшылардан бірінші болу. Бұның барлығы Нұрғауындық диктатуралық қанішерлік жүйенің қазақ халқына мәжбүрлеп таңғаны. Кешегі көк түріктердің, кешегі ғұндардың, кешегі үйсіндердің Еуропа мен Азияда империялар құрып, ат тұяғымен таптап, өркениетті жаратып және таратқан көшпенділердің бүгінгі мұрагері, Алтын Орданың мұрагері, Үйсін патшалығының мұрагері, кешегі Қыпчақияның мұрагерлері,
қазақ халқы өзіңнің нағыз шын мәніндегі күрескер, тірі, ержүрек, өршіл халық екеніңді дәлелдейтін кез туды. Мынау Қазақстанның аталмыш қуыршақ президенті Тоқаев кеше өзінің таратқан мәлімдемесінде шетелдегі ел тұтастығын бөлшектейтін күштердің сөзіне ілеспеңдер деген сияқты былжырағын жариялап, оттаған сөз қазақ халқының бұл жолғы көтерілісі, қазақ халқының табиғи ашу-ызасы, азаматтық талабы, ол ешқандай шетелдегі қандай да бір күштердің аздыруы немесе арбауы емес. Қазақ халқын осы күнге биліктің өзі жеткізді. Қымбатшылық, ақшаның құнсыздануы, қоғамдағы теңсіздік, әділетсіздік, басынан аяғына дейін жалғасқан, тұтасқан шіріген жүйе. Енді бұл жүйені құлатпай, Қазақстанда демократиялық таңдау орнатпай, Қазақстанда еркін, тәуелсіз сайлау, әділетті сайлау жүргізбей, қазақ халқы осы сорлағаның сорлаған. Егер бүгін сен күрес шебінен қайтсаң, онда алдағы 30 жылда тозақтан арман тозақты көресің. Қазақстанның қазіргі билігі шайтандық жүйе. Қазақстанның жоғарғы отбасыларының барлығы сатанистер. Сондықтан бір Құдайдың барлығына сенетін, Құдайдың шексіз құдіретіне сенетін, ежелден бар мәңгілік теңі жоқ, теңдесі жоқ, шексіз жаратушының бір және ежелден біреу екендігіне сенетіндер, мынау шайтандық, сатанистік жүйеге қарсы тұрыңдар. Ешқандай діни сектанттардың арандатуына, сабырға шақыруына алданбаңдар. Ешқандай аталмыш зиялылардың, аталмыш ақсақал әжелердің барып тараңдар, қайтыңдар дегенде алданбаңдар. Ешқандай нұрғауындық жүйеден жақсылық көрген, нұрғауынның ит аяғына нұр жуын düşкендердің бірде біреуінің уәдесіне сенбеңдер. Халық елім, қазағым, жағаласпай жан қалмайды. Жағаласпай жан қалмайды. Біз сендердің құқықтарыңды шетелде тұрып, бүкіл әлемдік деңгейге жеткізуге және бүкіл адамзаттық қауымдастықтың назарын аударуға дайынбыз. Ештеңеден қорықпаңдар, ештеңеден тайынбаңдар, ешқандай арандатуға ілеспеңдер. Тек талаптарыңды бейбіт түрде талап қылыңдар және айналадарыңа халықты үздіксіз жинаңдар. Үнсіз жатқан қалалар, әлі толық көтеріле алмаған азаматтар, егер мына орайдан айырылсаңдар, енді алдағы 30 жылды тағы да құлдықта өткізесіңдер. Мынау Құдайдың қазаққа берген соңғы орайы. Мынау шайтанның мүриттеріне, нұрғауынның нұр сатанистің мүриттеріне тұтас қазақ халқының ұлт-азаттық күресін жариялаңдар. Мынау қазақ халқының 3-тен 2-сі қырылған Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламаның екіншісі, мынау қазаққа жұңғар шапқан екінші жұңғар қырғыны, мынау қазақтың